Ұлттық сана тақырыбын сіз өмір бойы қаузап келе жатсыз. Солай ғой? Қазіргі біздің ұлттық санамыз қай деңгейде? Қазақ халқы өзінің ұлттық жадымен, ұлттық санасынан айырылған халық. Айырылған ба? Айырылған халық. Себебі ана орталықты түсініп отыр ғой енді. Осы мәселені үнемі тұншықтырып отырды. Бұны тұншықтырмаса, халықтың санасы оянып кетеді. Ұлттық санасы оянып кеткен, халықты ұстап тұра алмайды. Сол себептен орталық партия комитетінің 49 жылғы космополитизм туралы қаулысы өткеніңді таныма. Онда қойылған нәрсе, батысқа бас игендер талқандаймыз, шығысқа бас игендер талқандаймыз. Яғни шығыс туралы бір сөз айтуға болмайды. Абайдың шығысы мүлде содан кейін жабылып қалды. Бұл жаңағы жасырын тақырып болды, оған ешкім бармайтын болды. Бірақ соны мен Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары дегенде көтердім бір тақырыпты. Абайдың шығысы туралы. Өйткені абайдың шығысы батысынан басым деп айтқан Әуезов. Өте ғылыми тақырып болатын болды. Бірақ Әуезов ол кезде сөйлетпейді, бұл мәселеде өзін айыптап, ол кісі мәнебір жасап құтылды. Менің айтып отырған шығысым Совет халқының қарт классиктері. Мен соны айтып жатырмын. Араб парсыны серпіп тастау керек. Ол ескі академияның көзқарастың артта қалған нәрсесі деп мәнебір жасап шығып кеткен. Не болды? Өнген екінші Қоңыратбаев дейтін ғалымыз. Абайдың дүние танымына бір-екі мақалалар жазған, соны қаладан қуды, қаңғыртып. Қызылордаға жіберді, 7 жылдық мектепке есекке мініп барып жүріп, сабақ беріп жүрді. Бәрін. Содан кейін Абайдың шығысы мүлде қалған. Ал Абай деген біздің ұлттық санамыздың тірегі. Ұстап тұрған. Ал Абайды білмейінше әдебиетті білдім деп айтуға болмайды. Тек әдебиетші білмеу керек Абайды. Бүкіл қоғамның барлық саласында, ғылым саласында адамдар білуі керек. Ондағы терең ойлар қазіргі ашылып жатқан. Бізбенен теңдесе қоятын өзі сол дәуірде адам жоқ. Абай шыққан дәуірде ондай адам жоқ. Сондықтан да біз тарихи санаға, тарихи жадымызға ерекше мән береміз. Сол қысылып ұсталынды. Содан барып біз түрлі жеңілтек батыстың әлем-жәлем дүниелеріне еліктеу болып жатыр, басқа болып жатыр. Яғни біз өзіміз ойлай алмаған болдық қой, ойлауға мүмкіндік бермедік. Бірақ бәрібір осыны біз сол Совет өкіметінің өзінде Әуезовтің Абайдың шығысы батысынан басым деген концепциясын дәлелдеп шықтық. Оны ол кезде дәлелдеу аса қиын. Сонда Абай және шығыс дейтін кітап шықты менде. Сонда қорғайтын кезде 8 жылдай ұстады, қорғатпады. Академиктердің бәрі қарсы болды. 3 нәрсені олар қабылдайды, проблеманы алайтын. Ана шығыспанан Абайдың қатысын терісті отыр, алып тастау керек деп отыр. Соның өлермандықтан алып тастамастай қанша қудаласа ұстап отырып, орнына келтірген жағдай бар. Себебі біздің рухани санамыздың бәрі, дүние танымымыздың бәрі ислам дінімен байланысты. Араб парсы әдебімен байланысты. Сонда шарт кесіп тастаған. Өнген барлықта біз батысқа қарай кеттік. Батыс бізге не берді? Техникасын берді, ғылымын берді. Бірақ ол бізге рухани ештеңке де бере алған жоқ. Қазір де бере алмайды. Енді біз батысқа біз береміз рухани сананы. Қазір олар азғындау жолына түсті ғой, ол ашық айтатын дүние. Ал неге азғындады олар? Өйткені Абайдың 7 сөзінде айтады. Дүниенің көрінген және көрінбеген сырын даналап, болмаса түгел білмесе, адамның жаны хайуанның жаны болады дейді. Бұны европалықтар 16 ғасырда білген. Дүниенің сыртқы көрінісі, ішкі көрінісі. Сонда олар айтты, испанның ғалымдар айтты. Жан дегенді білеміз, ұстай алмаймыз,
өлшей алмаймыз, басымыз қатырып берейіне. Оның да мына көрініп тұрған дүниеге барамыз еді. Дүниенің көрінген сырында қазіргі технологияға қарай кетті. Ғылым солай қарай қатты өрістеді. Бірақ ғылым имансыздық жолға түсті. Ол не деген сөз? Ғылымның бар табысы қару-жарақ жасау, адамзат баласын қару, отарлап алу, соған қызмет етті. Бұны имансыздық деп отырғанымыз сол. Ал Бабырда бұл басқаша қойылады. Бабыр ғылымның табысын, халықтың тұрмыс жағдайын, дүние танымын дұрыстау үшін пайдалану керек деген. Бұл имандық жолға. Ал батыстың ұстанған жолы имансыз. Жалпы батыс, Ресей болсын, Америкасы, Европасы болсын, иман дегенді білмейді. Оны Мағжан айтқан. Жан дегенді білмейді. Неге иманды білмейді? Иманды білмейтін себеп еш нәрсеге сенбейді. Күнбатысты қараңғылық қаптаған, жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған. Иман деген асыл сөзді лақтырып, қарын деген сөзді ғана жақтаған. Батыстың табынатын сөзі қарын. Қазір біздің бизнес анау мынау деп өліп тіріліп жатқанымыздың бәрі қарынның қамы. Біз қоспамыз. Яғни мынаяқта келген ұлы ұрық бар, және жерден жаралған денеміз бар. Дене жерге қарай тартады, ұрық аспанға қарай. Бұл мәңгі қайшылықта бірімен бір күресте. Кім сол ұрықты жеңсе, қай қоғам соны мадақтаса, ол өспей тұра алмайды. Біздің қоғам қазір соған қадам баса бастады. Мынандай сөздер, біз осыны күтіп жүрдік. Осы қоғамдық қылымдар, руханият қазына қалай болады дегенде, ақыры айтылды президенттің аузынан. Не үлкен проблемаларды көтеріп кетті. Енді осыны халыққа түсіндіру барлығын. Біздің міндетімізге айналып отыр. Мен бір ғана неге тоқталайын. Осында былай дейді президент. Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры, тарихының тереңнен бастау алатын рухани коды болады. Код рухани. Не бұл рухани код деген? Біз бұған қайтып келеміз. Рухани кодқа асықпай сіз өзіңіз айтасыз. Біз Мекемтас ағаны бекерге шақырған жоқпыз. Сұрақтар беріңіздер.